Қайырлы күн. Бүгін біз Халықаралық қатынастар факультетіндегі студенттік деканат ұйымы жайлы әңгімелесетін боламыз. Жалпы ұйымның факультеттегі рөлі, қандай қызмет атқарады, жаңағы студенттік активті ұйымдардың жаңағы басты ұйым болғандықтан осы студенттік деканат жайлы ой қозғайтын боламыз. Ендеше алғашқы сөзді мен Халықаралық қатынастар факультетінің студенттік деканы Бауыржан Гүлбануға берсем. Жалпы Бану, бұл студенттік деканатқа қалай келдіңіз? Ақпарат беріп өтесіз бе? Рахмет үлкен. Жалпы мен бұл ұйымға ең алдымен студенттік активке қалай келгенімді айтып өтейін. Мен осы факультетке түскен кезде негізінде аса бір қатты қалап түспеген едім. Бірақ осы студенттік активке қатысу арқылы өз факультетімді, өз мамандығымды қатты жақсы көріп кеттім. Мен бірінші курсымнан бері осы студенттік активке жақсы араласып, факультет өміріндегі активті көріп, факультеттен тыс өмірде көріп, сол арқылы өзіме көптеген мүмкіншіліктер алдым, көптеген жетістіктерге жеттім. Қазіргі таңда мен осы 3-ші курсқа келгенде осы Халықаралық қатынастар факультетінің студенттік деканы болып сайландым. Жалпы біздің ұйымның негізгі мақсаты осы факультеттегі студенттік активті көтеру, яғни студенттердің өмірін жақсарту бір болады ғой, әркімде студенттік өмір деген. Сол студенттік өмірлерін есте қалатындай жақсы өткізу үшін, барынша қызықты етіп, барынша қызықты етіп өткізу үшін барлық жағдайды жасап жатырмыз. Бұдан бөлек студенттердің көптеген мәселелері болады, сабақтан, басқа жағдайлар, отбасылық жағдайлар. Сондайдың бәріне көмектетін, қол ұшымызды созатын біз боламыз. Жақсы, рахмет. Сіз қателеспесем саналы ұрпақ ұйымының басшысы болдыңыз. Одан кейін студенттік деканатқа ауыстыңыз. Мен басында ең бірінші келгенде Сенат ұйымына кірген болатым. Сол жақта өте бір активна қатыстым. Кейін осы саналы ұрпақ студенттер клубының председателі болдым. Кейіннен осы 3-ші курста, яғни студенттік декан болдым. Жалпы қазір ұйымыңызда қанша адам бар? Қазіргі таңда ұйым мүшелері 24 адамнан тұрамыз. Барлығымыз бірге жұмыс атқарамыз, өте қызықты студенттік өмірді кешіп жатырмыз деп айта аламын. Бір отбасыдай болып кеттік десе де болады. Енді мен мынандай сұрақ қойғым келіп тұр да, жалпы көп студенттер ойлайды, сабақпен бірге студенттік ұйымдарға қатысу, факультетте белсенді болу, шараларды ұйымдастыруға көмектесу, ол кішкене сабақ оқуға кедергі тудырады деп көп студенттер солай келмейді ұйымдарға. Сол студенттерге сіздер жалпы қандай ақыл кеңес айтар едіңіздер? Мысалы, ұйымда жұмыс істеген қаншалықты қиын, сіздерге қаншалықты жаңағы кедергісін тудырады, сол жайлы айтып беріңіздер. Өйткені сіздер сияқты студенттер, олар ұйым жайлы менің ойымша көбірек ақпарат білгісі келеді. Сіздерде не? Жалпы басында біз де қорықтық, бізде осылай болады, сабаққа үлгере алмай қаламыз деген ойлар бізде де уайымдатты. Және де уақыт өте келе осылай студенттік деканатқа кірдім. Керісінше оның көмегі өте көп. Мысалы, жақсы адамдармен танысып, ұйымдарға қатысып, өзіңді белсенді көрсетіп, жақсы жақтан көрініп, осы керісінше сабағыңа көмек ретінде болды да маған. Сондықтан да одан қорқып, ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын. Мен айта кетейін, барлықтарына қайырлы күн. Біріншіден барлықтарыңызды қасиетті Рамазан айымен құттықтаймын. Жалпы студенттік белсенділік мен үшін не берді? Қазіргі таңда мен қандай студенттік өмірді басынан кешіп жатқан туралы айтып кетейін. Жалпы студенттік өмір, студенттік белсенділікке белсене қатысу, ол тек қана факультеттің ішінде немесе университеттің арасындағы өмірге белсене қатысу емес, сонымен қатар өз өміріңді, өзіңнің болашағыңа, өзіңнің қоғамдас достарыңа, группаластарыңа деген құрмет деп білем. Сонымен қатар студенттік белсенділік ол ешқашан бір істі қатар алып жүру қиындық туғызбайды деп болмаймын. Белсенді боламын деген азамат үшін. Себебі ол тек қана өзіңнің ішінде ғана емес, жаныңдағы жолдастармен бірге көңіл көтеру болсын, уақытты тиімді пайдалану болсын, әр жағынан тиімді деп атап өтуіме болады. Демек, келетін адам бәрібір барлық жағына үлгереді. Иә. Жақсы, енді келесі сұрақ сіздерге. Жалпы ұйым сіздерге қандай мүмкіндіктер сыйлады? Ұйымға кіргеннен кейін сіздерде қандай жаңа сіздерде өзгерістер пайда болды ма? Жаңа достар таптыңыздар ма? Немесе факультетпен мүмкін байланыстарыңыз артқан шығар? Осы жайлы айтып беріңіздерші. Ең бірінші мен өзім айта кететін болсам, мен адамның
адамның дамуына негізінде орта өте қатты әсер етеді дейді. Қасыңдағы 5 адам ақылды болса, сен де автоматты түрде ақылды боласың дейді. Сол себепті бұл ұйымға түсу арқылы мен басқа да студенттік декандармен, басқа да осы университет бойынша жалпы төрайым, төрағалармен бірге таныстым. Сол кісілермен араласып бастадым. Одан бөлек факультет сыртынан басқа да университеттермен уже араласа бастадым. Ол кісілермен таныдым, мен ол кісілермен таныдым. Маған осындай көптеген мүмкіншіліктер берді. Және де жаңа айтып өткендей, адамның дамуына бұл орта үлкен әсер етеді. Адамның мышлениясына, адамның болашағына деген. Былай қарап отырсақ, активті студент пен активті емес студент екеуін салыстыратын болсақ, жер мен көк дейді. Активті студентте всегда энергия толып жүреді. Оған байланысты бұған көмектесетін бұл орта, бірден бір маған көмектескен бұл орта деп айта аламын. Демек тек қана тек факультеттің ішінде ғана емес, әртүрлі біздің басқа факультеттермен байланыс орнады. Және университеттермен де басқа, басқа. Мысалы, қандай шаралар өткізесіздер университеттер аралығында немесе факультеттердің аралығында? Ең бірінші біз осы өзіміздің факультетті айтып өтейін, себебі өте қатты андай преданный адам өзім факультетіме. Біз осы жылы МИСФМО өткізген болатынбыз. 8 наурызға арнап үлкен кеш жасап өткен болатынбыз. Ұстаздарды құттықтауға өткіздік. Ұстаздарды құттықтау арқылы. Және де көптеген кішігірім кештер өткізген болатынбыз. Және де енді факультет аралық келетін болсақ, үлкен факультеттер әр факультетті жаңағы өздеріне шақырады, қонаққа шақырады, жаңа білім алмасу мақсатында или болмаса өздерінің танысу мақсатында көптеген кештер өткізеді. Сондай кештерге бәріміз барып, атсалысып қатысамыз. Сонымен қатар қазір онлайн форматтан офлайн форматқа ауысу, ол студенттер үшін қайта жандану болды деп атап өтсек те болады. Себебі онлайн формат офлайнды ешқашан алмастыра алмайтынына көзіміз жетті. Себебі адамдармен қарым-қатынас, өзара байланыс адамның дамуына, өсуіне, тұлға болып қалыптасуына өте қатты әсер ететіні осы айқында көрсеткен болатын. Сонымен қатар осы факультеттің арасындағы жұмыстар біздің халықаралық қатынастар факультеті Казгуградта факультеттен алшақ орналасқан. Сонымен қатар осы белсенділік тарапынан келген кезде, басқа факультетпен жақындасу, етене араласу тарапынан келген кезде өте қатты өз әсерін тигізеді деп атауға болады. Барынша біз бір отбасы, бір бәйтеректен болғанымызбен біздің бұтақ бөлек салада ағып жатыр да, бірақ біз оған барынша жақындауға тырысып жатырмыз. Себебі ара қашықтық белсенді болам деген азаматқа ешқандай кедергісіз екендігін жалпы 2 жылдық пандемия, карантин бәрібір студенттердің өміріне әсер етті. Жаңағы студенттердің қоғамдық бір белсенділіктерін мүлдем төмендетіп жіберді деп айта аламын. Себебі алғаш рет осы факультетке келген кезде студенттерді жинау, бір шараларға қатыстыру өте қиын болды. Бірақ қазір ойлаймын, студенттік белсенді топтар жиналып қалды. Сол себепті бұл келетіндер саны біршама. Басында ондай активті студенттер болған жоқ негізі. Негізінде айтады ғой, бір есік жабылса, артынан екінші есік ашылады деп. Бізде до этого мен түскен кезінде бұндай активті студенттер өте аз болған. Қазір қарап отырсам, біздің факультеттегі студенттер, активті студенттер әлде қайда көп, және олардың көздерінен кәдімгідей от көрінеді. Негізі халықаралық қатынастар факультетінің студенттері негізі өте білімді, сондай жан-жақты студенттер. Ол енді бір шетінен тіл білгеннің де менің ойымша әсері тиеді деп ойлаймын. Жалғыз Наурыз фест бізде ұйымдастырылды ғой, білесіздер. Сол кезде де әр елдің мәдениетін, тілін, тамақтарын дайындап бір көрсету, ол жоғары деңгейде өтті, өздеріңіз де көрдіңіздер. Сол себепті менің ойымша студенттік белсенді болу, халықаралық факультеттің ішінде өзінің бірге жұмыс атқару ол өте маңызды деп ойлаймын. Бір жағынан студенттік өмірде өте маңызды, студент үшін тек сабақ оқып, олай емес та, өмірге деген қалай талпынысы, өмірге деген қасында жүретін достарының барлығына сол үлкен әсер етеді. Сонымен қатар халықаралық қатынастар факультетінің студенті деген рамкаға шектеліп қалмау керек. Ол студент тек қана ақ көйлекпен, костюм шалбармен келіп кететін азамат болуға сырттай болып көрінгенмен, ол жан-жақты даму керек, ол көңілді болу керек, ол адамдармен араласу керек, ол белсенді болу қажет, ол қоғамның әртүрлі саласына да өз пайдасы тигізетін азамат болу қажет деп ойлаймын мен. Сіз бірінші курс оқисыз, Бектай, Жанел де бірінші курс оқиды, Бану енді үшінші курс, біраз факультеттің өмірінен хабар бар.
Енді алға қойып жатқан мақсаттарыңыз қандай, жалпы ұйым ретінде дамудың қандай жолына түспексіздер? Алдыда қандай шаралар ұйымдастырмақшысыздар, сол жайлы кішкене ақпарат беріп өтсек? Жалпы бірінші курс студенті ретінде жалпы ең алғаш рет университетке түскен кезде адам өзіне араласатын қоғам іздейді, орта іздейді. Мен осы кіммен араласам, бір іздейтін, бірге ойлайтын азаматтар болса, бірге дамитын қызығушылығы бар студенттер болса деп топ іздеген болатынбыз. Соның ішінде студенттік деканат, Бануды жолықтырдық. Одан кейін арамызда қоршаған балалар пайда бола бастады, бірге ойлайтын. Сонымен қатар бәріміз дамып, қазіргі таңда не де болса, қандай іс-шара арттырсақ та барлығымыз бірлікті, ынтымақты арттыратын, факультетте көтерілетін білім саласында да болсын, өнер саласында болсын, кез келген іс-шараны біз жасауға дайынбыз. Сонымен қатар студенттер тарапынан бізге деген біз оларға ұсыныс білдіре алсақ, олар қолдап тұрса, біз ұжым болып, топ болып кез келген іс-шараны, кез келген жобаны жоғарғы деңгейде бірге бір жұмылған жұдырықтай атқаруға әрқашан дайынбыз. Жаңа бір сұраққа кішкене дұрыс жауап бермей кеттік та, толық жаңа айттым ғой, ұйымда жұмыс жасаған қаншалықты қиын деп. Себебі мен көптеген студенттерді ұйымға шақыруға, кіруге, ұйымда белсенді болуға шақырамын, бірақ олар жаңағы бізді қайта-қайта шақыра береді, біз ондайға уақытымыз жоқ деп айтады да. Жалпы жиналыс жасайсыздар өздеріңіз, қаншалықты жиі топпен бірге жиналып тұрасыздар, немесе жаңағы жұмыстан бөлек тимбилдинг дейміз ғой біз, жаңағы бөлек жиналу, яғни көңіл көтеру достарыңызбен бірге қаншалықты жиі болады сіздерде? Әр жұмыстың ол жақсы жағы да, жаман жағы да бар. Енді біздің жұмыстың жаман жағы демеймін, бірақ қиыншылықтары болады, қиыншылықтар кездеседі. Бізде айтып өткенде прям онда қиын деп айта алмаймыз, себебі бізде аптасына бір рет жиналыс болып отырады. Ол кезде жиналғанда біз андай официальды түрде емес, бәріміз күліп ойнап, жақсылап тақырыптарды, мәселелерді талқылайтын боламыз. Және де жаңа тимбилдинг деп айтып жатырсыздар, біз күн жылыған сайын тауларға или сыртқа шығып тұрамыз. Және де осы жатақханада, біз 14-ші жатақханада тұрамыз, жатақханада көптеген кештер ұйымдастырамыз. Және де бізге осы активті өмір, бізді көріп жатқан жоғарыда кісілер, яғни декандар, замдекандар да бізге қол ұшын береді. Сол арқылы біздің бір жұмысымызды ол кісілерді жеңілдетіп береді. Бұдан бөлек ол кісілер біздің осы сабақтан или басқа да өмірімізге көмектеседі. Мысалы, бізге осы жақында Чарын каньонына жолдама жасап беріп жатыр. Сол сияқты көптеген бізге мүмкіншіліктер сыйлап жатыр. Жалпы осы тұста басшылықпен бір байланыс орнайды, Осыға кетсем, жалпы қиыншылық деген ол әрқашан қиыншылық бола бермейді, оның өзара бір жақсы жақтары да болады. Ол мысалы қазіргі таңда осы студенттік белсенділік арқылы студенттер мен декан арасында басшылық тарапынан арнайы бір перде, арнайы бір қабырға жоқ деп атап өтуімізге болады. Себебі ол кісілермен күнде көрісіп, күнде қол алысып, амандасып жүрген азаматтар, сәлемдесіп жүзі жарық азаматтар. Сонымен қатар ол адамдармен күніге қайта көру, ол адаммен қайта жақындата түседі, өз ойыңды ашық білдіруге бір себебін тигізеді. Бұрында қандай декан десе, оның кабинетіне тоғылдатып керек міндетті түрде. Сонымен қатар оған басқа нәрсе туралы артық әңгіме айтылмайсың, арада бір кедергі. Ал қазір ол барынша құрмет, сыйластық өзі жоғарғы бір сәт тұрады, бірақ студенттер мен декан арасындағы ашықтық, бөлек әңгіме осы тарапынан өте жақсы қолдау, өте жақсы ашықтық қазір сезіледі. Демек, факультеттегі басшылық пен студенттік деканаттың арасында өте жақсы байланыс орнаған, сіздерді барынша жаңағы қолдау көрсетеді, әр ұйымдастырған жобаларыңызға өздерінің ақылдарын айтып, көмек қолдарын созып тұрады, Былай айтқанда, тек біздің ғана ұйымға емес, енді біздің ұйым барлық ұйымға жауап береді ғой. Сонымен қатар жаңағы біздің басшылық тек қана біздің ұйымға емес, барлық ұйымға да көмектесіп, барлық ұйымды көтереді. Бір үлкен плюсы осыны айта аламыз. Студенттік совет, СБП, Сұңқар, көмек, Лига волонтер, басқа да ұйымдар тарапынан бізге бірігіп, тек қана студенттік деканат тарапынан ғана емес, Сұңқармен болсын, СБП-мен болсын, бірігіп, бірге іс-шаралар жүргіземіз. Соның соңғысы студенттік көктемге біз өте қатты дайындық деп айтсақ болады. Өкінішке орай или немесе бағымызға орай келесі жылы одан да мықты дайындықпен, мықты сценариймен, мықты режиссурамен барамыз деп ойлаймын. Сонымен қатар ол тек қана студенттік деканат тарапынан студенттердің ғана емес, сонымен қатар СБП-тан болсын, басқа ұйымдар болсын, факультет тарапындағы барша белсенді ұйымдардың бірге топ болып жұмыс жасауына өте көп көмегін тигізеді. Сонымен қатар ол студент қасып жатқан соң оған беретін мұғалім де ойлайды,
бұл студенттер факультеттің атын шығарып жатыр, факультеттің атынан тырысып жатыр. Сонымен қатар факультеттің мұғалімдеріне де алғысымызды білдіреміз. Бізге түсіністікпен қарап, белсенді ретінде, сонымен қатар сабақтан кейде үлгермей қаласың, кейде үлгересің. Әрине сабақ әрдайым жоғары тұру керек, сабаққа барынша үлгеруге тырысамыз. Үлгермей қатар кейде бір моменттер болады, бір шаг сүрініп қаласың. Сол моменттерде мұғалімдер тарапынан бір қолдау бар, көмектеседі, түсінеді. Бізді ол кісілер де студент болғандығын өзімен қызықты сәттермен бөліседі. Жаңа студенттік көктем жайлы айтып кеттік қой, ол жерде жалпы дайындығымыз шынымен де кішкене нашарлау болып қалды. Оны біз жаңа кешірек естідік, оның бәрі бірігіп жиналдық, бірақ оның өзінің бір қызықты сәттері бар. Осы мен ойлаймын, осы студенттік көктемге дайындық барысында сіздер өте көп нәрсе алдыңыздар, себебі ұйымдардың арасындағы бір байланыс пайда болды, жаңа адамдармен таныса бастадыңыздар, араласа бастадыңыздар. Соның арқасында болашақта одан да жақсы жаңағы жобалар ұйымдастырылады деп ойлаймын. Отказ это мотивация дейді. Біз содан сүріну арқылы, сол финалға өте алмай қалған арқасында сіздерде келесі жылға мотивация пайда болды. Студенттерде өте прям керемет мотивация пайда болды оларда. Көптеген идеяларын айта бастады. Жаңа айтып отқандай, біз сол студенттік көктемнің арқасында ұйымдар бір-бірімен жақсы арала бастады да, и соның арқасында қазір біз мықты қоғам құрып жатырмыз деп айта аламын. Енді оны бір ойымша жаңағы студенттерді жиналмағанына кінәлауға болмайды, себебі 2 жылдық карантин шынымен де әсер етті. Өйткені 2 жыл бойы ол студенттік көктем болған жоқ. Бірінші курстар, екінші курстар ол жердегі энергетиканы сезінгені жоқ, ал биыл жаңағы бардық қой, бәріміз бірге көрдік студенттік көктемнің қандай жоғары деңгейде өтетінін, факультеттердің арасында қандай жаңағы бір-бірімен бәсекелестік болатын барлығын, менің ойымша ол энергетиканы студенттер сезінді. Енді сол сезіну арқылы келесі жылға дайындықтары бір басқаша көзқараспен, дайындыққа басқаша көзқараспен қарайды деп ойлаймын. Андай келіп қатысу міндетті түрде деген көзқараспен емес, кәдімгідей өздерінің маған керек деген. Келдім кеттім емес, факультеттің артынан жанып тұрған студенттер болатын болса. Талпыныспен, Былай қарап отырсақ, қазіргі таңда жоғарыдағы басшылықтың бәрінде ол кісілер тек қана оқып, сол басшы болып кеткен жоқ. Олардың өмірлі студенттік өмірі болды. Олар да сол студенттік өмірде активті барлық этаптан өтті дейсіз ғой. Барлық этаптан өтті. Сол арқылы қазіргі осындай жағдайға жетіп жатыр. Осындай белеске, осындай дәрежеге жетіп жатыр. Оның бәрі осы студенттік өмірдің арқасында деп айта аламын. Енді сіздерге біріне жаңағы өздеріңіз қатарлы студенттерге, мысалы Жанел, Бектай бірінші курсқа, және тағы да бізге болашақта түсетін, біздің мамандықты таңдайтын студенттерге, біздің факультетімізге келгісі келетін студенттерге жалпы ұйымдыға келуге қандай кеңес бересіздер жалпы? Не айтасыздар? Неге олар ұйымның құрамында болу керек? Қаншалықты ұйым оларға бір не бере алады жалпы? Қандай мүмкіндік бере алады оларға? Жалпы бірінші курс студенті ретінде, сонымен қатар болашақ бірінші курс халықаралық қатынастар факультетінің студенті боламын деп студенттер оқушылар тарапына айтатыным, белсенділік, өмірге қызығыңыздар. Сонымен қатар ол сіздерге жауапкершілік алудан адам негізі қорықпау керек. Тізгінді ұстаудан қорықпауымыз керек. Сонымен қатар сіздерге ол тек қана отырып жиналысқа қатыса беруден бөлек берері көп. Оны сөзбен айтып, бір ғана отырыста, подкастта талқылап тастайтын мәселе емес. Сонымен қатар оның берер эмоциялары, берер қуаныштары, сыйлайтын сәттері, есте қаларлық, бірге отырып, жиналып отырған сәтте міндетті түрде бір қызық оқиға болады. Міндетті түрде бір есте қалатын жағдай болады. Оның барлығын бір отырғанда, бір жылғанда айта салу мүмкін емес. Сонымен қатар барша студенттерді активист болуға, белсенді болуға шақырамын, себебі бұрын жоғарғы студенттер, студент 4-ші курс, 3-ші курстан сұрасаң, мүмкін таныстарыңыз айтуы мүмкін, ой, белсенді болсаң сабағыңа үлгермейсің, қиналасың, болмай-ақ қой, одан да өзімен өзі кетіп жүре бер. Жоқ, олай болуға қарсымын, себебі жан-жақты болу керек. Адам деген жан-жақты болу керек, бірақ не қырманда, не диірменде болмай қалу болмайды. Бір жерде алған нәрсеңді соңына дейін аяқтап, сол жерден нәтиже шығаруға тырысу керек. Бір нәрсенің кем дегенде маманы болып шығу керексің. Мүмкін сен халықаралық қатынастар факультетінде дипломат боларсың, мүмкін заңгер боларсың, бірақ сен тұлға ретінде өнерлі бір домбыра тартасың да қалыптасуың керек тұлға ретінде. Шынымен Бектаймен келісем, ол тек студенттік
кезде өте маңызды да. Ертең біз студенттік өмірден де өтеміз, взрослая жизнь деп айтады ғой, взрослая жизньға өтеміз. Бұл кездерді өте қатты сағынамыз да. Менің кеңес берерім осы алдағы уақытта осы бірінші курс студенттеріне ұйымдарға кіруден қорықпау. Өйткені осы белсенділікті барынша таныту және осының арқасында ары қарай болашақта өзінің артықшылықтары, мүмкіншіліктері өте зор да, өте көмектеседі. Сондықтан да еш қорықпау керек. Тағы айта кететін нәрсе, ертең сен де өсесің, сен де адам боласың, сен де тұлға боласың, сен де балаларың болады. Сол кезде сен әке студент кезде не істедің десе, айтар қызығың жоқ болса, мен келдім, кеттім, сабақ оқыдым, қайттым деген болса ондай болмайды. Студенттің басынан қызықты нәрселер өтіру керек. Студент деген жастық шақ, қызып тұрған шақ, от болып тұрған шақ, шоқ болып тұрған сәт. Сол кезде жанартын кезде жанып қалу керек. Иә, бірақ мысалы бірінші және төртінші курс мейлі сіз қаншама мамандық алып оқуыңыз мүмкін, бірақ алғашқы студенттік жылдар сияқты ол бәрібір болмайды. Студенттер бір группаластармен жетпейді, бәрібір. Мен осы факультетке түскен кезде активистер жаңа айтып өткендей өте аз болды. Бірақ мен сол бірінші курстан бері осындай дәрежеге жетемін деп сол кезден бастап көптеген қиындықтар болды, көптеген отказдар болды мағанда келген. Бірақ соған қарамастан мен алдыға қарай талпындым, алдыға қарай жұмыс жасадым. Қазір енді осы факультеттің студенттік деканы болып отырмын. Сол осы қазіргі жеткен дәрежеме сол бірінші, екінші курстағы еңбегіңіз әсер етті. Ақталды еңбегіңіз. Ақталды деп айта аламын. Және де сол арқылы қиындықтар арқылы бұл біз адамды көтереді. Мысалға айтатын болсам, Жанелді айтсам, Жанел ең басында бірінші курста енді студенттік деканға келді ғой. Сол кезде СМ маманы болып должность берген, яғни дәреже берген. Қазіргі таңда менің 10 қолым деп айтсам болады. Сіздің орынбасарыңыз. Бізде барлық еңбектер бағаланады, барлық еңбектер көрінеді. Сол бойынша адамды да көтеретін боламыз бізде. Ең жақсы плюстардың бірі осы да. Иә, жалпы жаңа Бектай айтып кетті ғой, тұлға болып қалыптасуына ол міндетті түрде оң әсерін тигізеді деп. Бірақ бұны қазір студенттік кезде әрине түсінбейміз. Мен де студент болдым. Ал жаңағы ол этаптан өтіп, жаңағы басқа адамдармен жұмыс жасаған кезде, басқа орынға жұмысқа тұрған кезде ол бәрібір сол кездегі алған тәжірибе, ол міндетті түрде сенің жаңағы алдағы өміріңе әсер етеді, бәрібір. Көрінеді барлығы, сезіледі. Бір кірпіш болсын, сенің болашағыңа деген бір қабырғасын қалып кетеді. Студенттік шақтағы алған фундамент дейді. Фундаментіне жақсы кірпіш болады деп айту керек. Маңызды бір ұжымды басқару, кез келген нәрсе кішкентай баспалдақтан басталады. Мүмкін осы топтың басшысы болған адам ертең мүмкін бір ұйымның немесе бір аудан, облыс, әкім, қала, біз білмейміз ертең не болады. Кейін мысалы әркім әр жаңағы дәрежеде жүріп, бір-бірлеріңізбен аралассаңыздар, бір-бірлеріңізді қолдап, әрқашанда бір көмек қолын созып тұрсаңыздар, оның өзі менің ойымша керемет нәтиже деп ойлаймын. Осы студдеканаттың арқасында бір-бірлеріңізбен араласып, жаңағы бір жерде бір таныстарыңыз болады, қандай мәселе болса да жаңағы көмектесуге дайын отырасыздар деп ойлаймын. Қазіргі таңда енді мен өзімде көптеген жаңа айтып өткенде университетте, Алматы қаласында таныстарым өте көп, жоғарғы орында отқан, оның бәрі мен кезіндегі жасаған еңбектің арқасында деп айта аламын. Енді мамандықтарыңыз жалпы көбіңіз дипломатсыздар, сондықтан барынша мәселені тудыру, проблема создавать ету емес, керісінше факультеттегі студенттердің арасындағы бір болады ғой, енді әртүрлі жағдайлар болады, студенттер болғаннан кейін бір-бірімен келіспей қалған жағдайлар болуы мүмкін. Сол себепті барлығына жалпы белсендісіздер, былай айтқанда. Екі жаққа да пайдалы қылып, өте әділетті түрде шешуге тырысамыз. Жақсы, бүгін менің ойымша бір өте мағыналы, мәнді әңгіме болды деп ойлаймын. Себебі студенттік деканат бұл барлық ұйымдардың басында тұратын ұйым. Студенттік деканға барлық ұйым басшылары бағынады деп айтпай қояйын, әрине, бірақ жаңағы қағаз жүзінде бәрі-бәріне бағыну керек қой, бірақ бір сыйластық дейінші, ұйымдардың арасындағы ең басты нәрсе сол деп ойлаймын. Ал жаңағы ұйымдардың арасындағы сыйластықтың болу ол студенттік деканат ұйымына тікелей байланысты, себебі сіздер жаңағы басты ұйым болғаннан кейін олардың арасындағы жаңағы
тең дәрежедегі қарым-қатынасты ұстап отыру, оларға барынша жұмыстарымен көмектесу ол сіздердің қолдарыңызда деп ойлаймын. Сол себепті студенттерге де өзіміздің факультеттің студенттеріне, сонымен қатар жаңа айтып кеттіңіздер ғой, осы мамандықты таңдап, осы біздің факультетімізге келем деген жас оқушыларға, мысалы, соларға көптеген ақпарат бердік деп ойлаймын. Сіздерге үлкен рахмет. Жалпы болашақта жоспарлар көп қойып отыр екен сіздер алдыларыңызға, барлығы оңынан болып орындалсын. Жалпы өте үлкен үміт күтетін студенттер ретінде сіздерді танимын, сіздерді білемін. Сол себепті ары қарай да бір жақсы нәтижелерге жететін жаңа ұйым боламыз деп ойлаймын. Себебі бірлік, бір-бірімізге деген сыйластық болған жағдайда, ол менің ойымша, осы жерде бір нәрсе айта кетейінші. Жалпы халықаралық қатынастар факультетінің студенттерінің саны аз, оны білесіздер. Сол себепті мен енді басқа жаңағы нелермен, факультеттермен салыстырам, оларда енді студенттер салыстырмалы түрде өте көп. Және актив жаңағы белсенді студенттерді жинау олар үшін қатты көп қиындық тудырмайды, олар керісінше бір кастингтер жариялап, жаңағы белгілі бір турлардан өткізу арқылы өздерінің ұйымдарына қабылдайды. Ал бізде кішкене болса да студенттердің саны аз болғаннан кейін белсенді студенттерді жинау өте қиын. Бірақ мен ойлаймын, мәселе санда емес, мәселе сапада. Сол себепті қанша студент болсақ та осы факультеттің жаңағы қалай айтсам болады, факультетті жақсарту, факультетті дамыту мақсатында жұмыс істесек, өте жаңағы жоғары нәтижелерге жетеміз деп ойлаймын. Барлықтарыңызға рахмет, сабақтарыңызға сәттілік, жалпы қоғамдық өмірдегі белсенділіктеріңізге сәттілік. Рахмет. Мен табан айта кетейінші, жалпы келесі болашақ студенттерге айтты, сапа жағынан деді ғой, Мағжан Жұмабаев атамыздың бір сөзі бар: арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін дейді. Әшейін жастар емес, арыстандай айбатты жастар, қырандай қанатты жастар, талапты жастар. Сонымен қатар талапты жастардан, айбатты, қанатты жастардан болайық. Барлығы өзіміздің қолымызда, барлық ұйымдарды жоспарлау ретінде. Сондықтан да Ботапай, сізге өте үлкен алғысым шексіз. Бізді осылай шақырып, осылай әңгіме айтқаныңызға сізге үлкен алғысым шексіз. Біз арқылы болашақ студенттерге, осы біздің факультеттің студенттеріне мен көмектесеміз деген үміттемін. Және дегенді жаңағы бізге түсетін студенттерге айтар тағы бір кеңесім: ешқандай сынақтан қорықпай, қанша жерден қиындықтар болса да барлығынан жаңағы өтіп, яғни өтесіздер. Сол себепті біздің есігіміз сіздерге әрдайым ашық болады. Факультетте күтеміз. Факультетте күтеміз. Қош сау болыңыздар.